Сәлем достар, сізбен бірге біздің әлем каналы. Бүгін мен сіздерге влог түсіретін боламын. Мен уже тұрдым, осын шашымды жуып алдым. Бүгін біз қонаққа барамыз, тойға барамыз. Егіздердің туған күні болады, соған барамыз. Қазір мен үйде кішкене жинақтап жатырмын. Сидеть. Можно? Қазір мен иттерді далаға шығарып жүрмін. Мынау біз мамамыздың гүлдері өте әдемі. Альфа нельзя. Короче, мен қазір пол жуайын деп жатырмын. Қазір мен гетреде өзіме түсіретін боламын. Сағат 4:30 болды, ал той сағат 5-те басталады. Ал енді киінейік. Мен шашымды осылай бір өріп алдым. Ал қазір енді осы футболканы киемін, видео рубашка сияқты, сол қазір киеміз. Мен киініп алдым, енді астына бір нәрсе киетін боламын. Менде екі образ тұр, ол джинсы немесе осындай бір нәрсе. Мне кажется, джинсы жақсырақ. Джинсы киіп алайын. Мен киіп алдым, осындай ақ түсті белбеу немесе осындай қара белбеу киюге болады. Мне кажется, ақ түсті жақсырақ. Осын киемін. Ал қазір мынау резинканы тағып аламын шашыма. Біз уже тойдамыз, қазір тамақ ішіп алдық, қазір шашлык жейміз. Мына жерде өте көп площадкалар бар. Мынау ең біріншісі, алаңда батуттар, қалған заттар бар.
аяқталды. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Егер де сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, білдіріп кетіңіздер. Кеше мен тойда дұрыс түсіре алмадым, себебі ұмытып кетіппін оны түсіруге. Сондықтан да кешке қарай бірақ түсірдім. Қараңғы кездерде түсірген болатын. Тағы да осындай влогтар күтетін болсаңыздар, комментарийға жазып, мен күтемін, немесе маған влог көрген ұнайды деп жазып кетіңіздер. Біз кеше сағат 1-лерде, 12-лерде үйге келген болатынбыз. Сондықтан да бүгін уже соңғы жақтарын түсіп жатырмын влогтың, ұмытып кеткен болатын себебі. Сау болыңыздар, достар!